Адам атаға жол көрсеткен қарға. Пейіште жүргенде Адам ата мен Хауа ана тыйым салынған жемісті жеп қояды. Құдай оларды жазалап, әлемнің екі бұрышына түсіреді. Екеуі ұзақ уақыт бірін-бірі көрмейді. Құдайдан кешірім сұрап жүре береді. Бір күні Құдай олардың тәубасын қабыл алады. Адамның Хауаны іздеп табуына рұқсат етеді. Адам ата әйелін іздеп сапарға шығады. Бірақ жер беті үлкен, Хауаны табу мүмкін емес еді. Ол Тәңірісіне жылап, «Уа, жасаған нем, маған өзің жол көрсет», деп сыйынады. Жаппарқақ құдіретімен бір құсты жаратып, «Мына құстың соңынан ер, саған жол нұсқайды» дейді. Бұл құс көк қарға еді. Қарға көкте ұшып отырады. Адам ізінен ере береді. Бір күні Жида тауына келеді. Сол жерде Хауанамен табысады. Адам ата қарғаға риза болып, батасын берген екен. Видеоны лайк басып, парақшаға тіркеле кетіңіздер.